Сәлем достар, менің атым Динара Молдагаипова. Мен Кусто Агро компаниясының субсидиялау, яғни қаржылай көмек беру жөніндегі менеджермін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Мен менеджермін және осы компанияның менеджері ретінде 10 жылдан бері жұмыс істеп келем. Менің салам бұл Қазақстан фермерлеріне қаржылай көмек беру, субсидиялау және Қазақстан фермерлері үшін мемлекеттік қолдау шаралары. Бүгінгі курста біз сіздермен субсидиялар кімге арналған және оларды кім ала алатындығы туралы сөйлесетін боламыз. Субсидия ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге жергілікті және республикалық бюджет есебінен көрсетілетін мемлекеттік қолдау шарасы. Субсидиялау ережелері талаптарын сақтаған жағдайда фермер өтеусіз және қайтарымсыз субсидия ала алады. Тіркелген ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер субсидия ала алады. Олар жауапкершілігі шектеулі серіктестік, шаруа қожалықтары, фермерлік қожалықтар, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативтері. Бұл норма салық кодексінің 697 бабымен бекітілген. Сондықтан егер сіз мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, және фермерлік қожалық немесе шаруа қожалығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі ретінде тіркелген болсаңыз, онда сіз субсидиялауға өтініш бере аласыз. Ең бастысы субсидия сіздің бизнесіңізді құтқару құралы емес екенін есте ұстаған жөн. Бұл мемлекеттік тарапынан жасалатын жеңілдік, шығыныңыздың қайтарымы. Сіз тек бәрін дұрыс жасаңыз. Фермер мал шаруашылығына арналған субсидияны не үшін алатынын талдайық. Бірінші бағыт тауарға айналатын аналық мал басының тұқымын жетілдіру бойынша селекциялық жұмыс. Екінші бағыт асыл тұқымды мал басының тұқымын жетілдіру бойынша селекциялық жұмыс. Сондай-ақ тұқымдық бұқа сатып алсаңыз да субсидия алуға болады. Сондай-ақ төлден өсірілген жас бұқаларды бордақылау алаңдарына немесе ет өңдеу комбинаттарына тапсыратын фермерлерге де субсидиялар төленетін болады. Сондай-ақ аналық мал басына жем-шөп сатып алуға да субсидиялар беріледі. Бірақ бұл субсидиялар жергілікті бюджеттен төленетін болады. Жергілікті бюджеттен деген нені білдіреді? Бұл сіздің облысыңыз субсидия кімге және қандай көлемде төленетінін өз бетінше анықтайды деген сөз. Селекциялық асылдандыру жұмысы және тұқымдық бұқаларды сатып алу, сондай-ақ сіз бордақылау алаңдарына не ет комбинатына өткізетін бұқалардың арзандатылуы республикалық бюджет есебінен субсидияланады. Мемлекеттік селекциялық асылдандыру жұмысымен айналысатын фермерлерге тауарлық сиыр үшін 10 000 теңге, асыл тұқымды мәртебесі бар сиыр үшін 15 000 теңге төлейді. Тұқымдық бұқа сатып алсаңыз, сізге 150 000 теңге қайтарылады. Ал егер бұқаларыңызды бордақылау алаңдарына немесе ет комбинаттарына өткізсеңіз, онда 1 килограмм тірі салмақ үшін бар болғаны 200 теңге субсидия беріледі. Жем-шөп бойынша нормативтерді ауыл шаруашылығы басқармасы өз бетінше белгілейді, сондықтан өз облысыңыздағы қаулымен танысуыңыз қажет. Мал шаруашылығына субсидия алуға өтінім беру үшін белгіленген мерзімдер бар екенін есте ұстаған жөн деп ойлаймын. Егер сіз тауар ретіндегі ірі қара мал өсірумен айналыссаңыз, онда сіздің мерзіміңіз 15 сәуірден 20 желтоқсанға дейінгі аралық. Егер асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналыссаңыз, 20 қаңтардан 20 желтоқсанға дейін өтініш бере аласыз. Егер тұқымдық бұқаларды сатып алатын болсаңыз, онда 20 қаңтардан 20 желтоқсанға дейін өтініш бере аласыз. Бордақылау алаңдарында немесе ет комбинаттарына өткізетін жас бұқаларды субсидиялау мерзімі ретінде де 20 қаңтардан 20 желтоқсанға дейінгі аралық белгіленген. Егер жем-шөпке субсидия алғыңыз келсе, облысыңыздағы ауыл шаруашылығы басқармасына хабарласып, өтінімдерді қашан қабылдайтынын нақтылауыңыз керек, өйткені бұл мерзімдерді олар өз бетінше белгілейді. Осы орайда тағы бір маңызды кеңес, егер сіз жануар сатып алатын болсаңыз, сатып алған сәттен бастап 12 айдың ішінде сіз өтінім беруіңіз керек болады. Ал егер жануарларыңыз болса, онда сатқан сәттен бастап 6 ай ішінде өтініш беріп үлгеруіңіз қажет. Субсидия алу үшін фермер субсидиялау ережелерінің талаптарына сәйкес болуы және шарттарды
орындауы қажет болады. Мемлекеттен субсидия алу үшін сіз ең бірінші кезекте ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру жүйесінде және ақпараттық талдау жүйесінде жануарлар есебін жүргізесіз. Сондай-ақ сіз айналысатын іс қызмет түрі, жалпы экономикалық іс қызмет түрлерінің жіктеуіші анықтамалығына сәйкес келетінін тексеріңіз. Сондай-ақ, әрине барлық фермерлерге бірдей жүретін ережелердің талаптарын орындауыңыз керек болады. Енді жануарлардың есебін қайда және қалай жүргізу керектігін анықтайық. Сіз міндетті түрде есеп жүргізетін бірінші жүйе мемлекеттік ақпараттық мал шаруашылығы жүйесі. Бұл жүйені мемлекеттік ветеринарлық дәрігерлер жүргізеді, өйткені олар сізге мемлекеттік қызмет көрсетеді. Сондықтан сіз жануардың иесі ретінде жануарға қатысты бүкіл мәліметті мемлекеттік ветеринарлық дәрігерге жазбаша түрде ұсынуға міндеттісіз. Жүйе фермерге ақысыз қызмет көрсетеді. Әрі қарай, егер сіз субсидия алғыңыз келсе, онда мал шаруашылығы ақпараттық талдау жүйесінде есеп жүргізуіңіз керек. Бұл жүйе ақылы негізде қызмет көрсетеді. Сондай-ақ, жүйеге тіркелу үшін сізге электронды цифрлық қолтаңба қажет болады. Ақпараттық талдау жүйесінде жануарлар туралы мәліметтерді толтыру бойынша барлық жұмыстарды өз бетіңізше жүргізесіз. Субсидияны алу үшін сіз өзіңізге қатысты экономикалық қызмет жіктеуішін білуіңіз керек. Осы жалпы экономикалық іс қызмет түрлерінің жіктеуіші дегенің не екенін талдайық. Жалпы экономикалық іс қызмет түрлерінің жіктеуіші сіз айналысатын қызмет түрін анықтайды. Айналысатын ісіңіз негізгі ме әлде қосымша ма? Сондай-ақ экономикалық қызмет жіктеуіші қандай есеп түрлерін тапсыру керектігіңізді анықтайды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші қандай субсидиялар мен салық жеңілдіктерін ала алатынын да осы экономикалық қызмет жіктеуіші анықтайды. Әр фермер субсидия түрінде мемлекеттен өтемақы алуға құқылы, қандай субсидия алуға құқылы екеніңізді білу үшін сіз субсидиялау ережелерімен танысып өтуіңіз керек. Субсидиялау ережелері мал шаруашылығымен айналысатын фермерге берілетін субсидиялар тәртібін реттейтін негізгі құжат болып табылады. Ережелерде алдағы уақытта субсидияланатын фермерлер мен жануарларға қойылатын негізгі талаптар жазылып тұр. Ережелерде субсидиялау бағыттары, жануарларды бағалау өлшемдері, сондай-ақ қатаң сақталуы тиіс нормативтер мен нормалар және өтінім беру мерзімдері бойынша ақпарат жазылған. Сондай-ақ қандай бағытта жұмыстар субсидияланбайтыны жайында айтылған ақпарат та бар. Және егер сіз субсидия алған болсаңыз, онда фермер ретінде мойныңызға жүктелетін міндеттемелер жазылған. Ережелерді білсеңіз және оларда айтылған талаптарды орындасаңыз, субсидияны мемлекетке қайтару ықтималдығы мейлінше азаяды. Мал шаруашылығы бағыты бойынша субсидия алуға құқығыңыз бар жағдайларды талдап көрейік. Біріншіден, ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру және ақпараттық талдау базасында жануарларыңыздың жеке нөмірі, жынысы, тұқымы, сондай-ақ туған мезгілі сияқты деректерінде сәйкеспеушіліктер анықталса, субсидия ала алмайсыз. Сондай-ақ осы кезеңде бұдан бұрынырақ субсидиялап қойған жануарды субсидиялауға жатпайды. Сіз бордақылау алаңына немесе ет комбинатына сататын бұқалар өз шаруашылығыңызда тумаған болса, субсидияланбайды. Сондай-ақ, сіз бордақылау алаңына немесе ет комбинатына сататын бұқалар асыл тұқымды аталықтан тумаған болса, ол да субсидияланбайды. Сіз жануар сатып алсаңыз, бірақ өтінім берген сәтке дейін 12 ай ішінде қолыңыздағы ірі қара малды сатып жіберсеңіз, онда ол жануарлар да субсидияланбайды. Сондай-ақ сіз бордақылау алаңына немесе ет комбинатына сататын бұқалар сізде тіркелген аналық малдан тумаған болса, олар да субсидияланбайды. Сондай-ақ сіз өсіріп, көбейтуге емес, басқа мақсатта сатып алған және де қолма-қол ақшаға тікелей емес, өзара есеп айырысу немесе айырбас арқылы сатып алынған жануарлар да субсидияланбайды. Сондай-ақ бұрын субсидияланған не құны есептік субсидия құнынан төмен жем-шөп субсидияланбайды. Бұрын субсидия алған ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші қандай міндеттемелер алатынын біз қарастырып көрейік.
Біріншіден, егер сіз өзіңіз сатып алған тұқымдық бұқаларға субсидия алсаңыз, онда сол бұқаны 2 жыл бойы сақтауға міндетті боласыз. Яғни, сіз оның абайсызда өліп қалмауын, сойылып, я жоғалып кетпеуін қадағалауыңыз керек. Осы нормативтердің бірі орындалмаса, онда әр бірлік мал басы үшін берілген субсидияларды қайтаратын боласыз. Сондай-ақ, егер сіз тауарлық немесе асыл тұқымды аналық малмен селекциялық асылдандыру жұмысын субсидиялайтын болсаңыз, онда оны субсидияланған аналық мал басын 1 жыл бойы сақтауға міндеттеме алатын боласыз. Бұл жерде жануарлардың өлім-жітіміне қатысты бекітілген нормалар бар екенін есте ұстаған жөн. Соған орай, егер сіз өлген мал санын осы нормадан асырсаңыз, онда осы нормадан асып кеткен сиырлар үшін берілген субсидияларды қайтарасыз. Егер сіз жем-шөпке субсидия алсаңыз, онда сонымен бірге сол жем-шөп берілетін аналық мал басын сақтауға да міндеттеме алатын боласыз. Мұнда да өлім-жітім нормасын пайдаланамыз. Егер осы нормативтен асыратын болсаңыз, онда осы нормадан асып кеткен мал басына берілген субсидия сомасын қайтаратын боласыз. Сіз ауыл шаруашылығы жануарларының табиғи кемуі мен өлуі нормаларын бекіту туралы бұйрықта өлім-жітім нормаларымен таныса аласыз. Субсидия алу үшін фермер қандай критерийлерге сай болуы керек? Бірінші, міндетті түрде жайылымдық жеріңіз болуы керек. Екінші, АЖБ және АТЖ жүйесіндегі жануарлардың есебін жүргізуіңіз керек. Үшінші, растаушы құжаттарыңыз болуы керек. Төртінші, жануарларыңыздың жасы талапқа сай болуы керек. Тауарға айналатын, яғни сатылатын мал табыны кемінде 18 айлық асыл тұқымды мал табыны 13 айлық болуы керек. Сондай-ақ жануарлардың салмағы бойынша талаптарға сай болуы керек. Келесі критерий асыл тұқымды тұқымдық бұқалар болуы керек. Аналық мал басы болуы керек. 25 сиырға бір тұқымдық бұқа критерийіне сай болуы керек. Жануарларда радиожиілікті биркалар болуы керек. Сондай-ақ төліңіз, яғни фермаңызда туған бұзауларыңыз болуы керек. Субсидия алу үшін өтінім толтыруыңыз қажет. Бірақ өтінім толтырмас бұрын электронды цифрлық қолтаңбаңыз бар жоғын тексеріп алуыңыз керек. Осыдан кейін ақпараттық субсидиялау жүйесінің порталына тіркеліп, содан соң өтінімді толтырып, оған электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюыңыз керек болады. Егер электронды цифрлық қолтаңбаңыз болмаса, оны 2 жолмен алуға болады. Біріншіден, халыққа қызмет көрсету орталығына флешка алып барасыз. Сол флешкаңызға осы кілтті жүктеп береді. Екінші жолы, компьютерде жұмыс істеп отырып, электронды цифрлық қолтаңбаны компьютер арқылы қашықтықтан ала аласыз. Ол үшін интернетке кіруіңіз қажет. Қалай тіркеліп электронды цифрлық қолтаңбаны қашықтан ала алуға болатынын жеке бейне материалдан көре аласыз. Plm.kz субсидиялар порталында ақпараттық субсидиялау жүйесіне тіркелу үшін мыналар қажет. Электронды цифрлық қолтаңба, телефон нөмірі, қолданыстағы электронды пошта, сондай-ақ шаруашылығыңыздың тіркелгенін растайтын құжат. Өтінім толтыру үшін сізге қажет болатын құжаттардың негізгі тізімі. Сатып алу-сату келісім шарты және төлегеніңізді растайтын төлем құжаттары, яғни теңгемен төленгенде берілетін төлем тапсырмасы, валюта аударымына өтініш немесе қолма-қол ақша төленгенін растайтын фискалдық чектер. Егер тауарды Қазақстанда сатып алған болсаңыз, электронды шот фактура да қажет болады. Егер тауарды шетелден сатып алған болсаңыз, онда 328 нөмірлік салық есебі формасы немесе жүк кедендік декларациясы қажет болады. Сондай-ақ жануарларды қабылдау тапсыру актісі, тауарды басқа тарапқа жіберу жүк құжаты, тауарды тасымалдау жүк құжаты, сондай-ақ жер телімдеріңіз бар жоғын растайтын құжаттар, яғни сізде жер телімі барын айғақтайтын мемлекеттік актілер немесе келісім шарттар керек болады. Енді әр құжатты және онда болуы тиіс деректемелерді нақтырақ қарастырып көрейік. Бірінші құжат келісім шарт. Әдетте сатып алу, сату келісім шарты, банктен қарыз алу келісім шарты және лизинг келісім шарты болады. Неліктен біз дәл осы құжаттарды қарастырамыз? Өйткені сіз жануарды несиеге не лизингке сатып ала аласыз. Келісім шартта міндетті түрде келісім шарттың нөмірі, келісім шарттың жасалған күні, жасалған орны, мақсаты, төлем мерзімі сияқты талаптар көрсетілуі керек болады.
Сондай-ақ келісім шартқа екі тараптан да қол қойылғанына көз жеткізіңіз. Келесі құжат түрі төлемді растайтын төлем құжаттары. Төлемнің түріне және төлем валютасына қарай құжаттардың атауы да әртүрлі болып келеді. Төлем тапсырмасы теңгемен төлем жасалғанын растайтын құжат. Егер сіз жануарларды шетелден сатып алып, ақысын шетел валютасымен төлеген болсаңыз, онда қолыңызда аударым туралы өтініш болады. Ал егер жануарларды сатып алғанда қолма-қол ақша төлесеңіз, онда сізде төлеміңізді растайтын кіріс кассалық ордер мен фискалдық шектер де болады. Құжаттың келесі түрі тауар, көлік, жүк құжаты. Сіз сатып алған немесе сатқан жануарларды тасымалдайтын көлік түріне қарай тауар, көлік, жүк құжаттары да әртүрлі болуы мүмкін. Бұл автомобиль көлігі болуы мүмкін. Егер жануарлар Қазақстан ішінде тасымалданатын болса, тауар, көлік, жүк құжаты болуы мүмкін. Ал егер халықаралық тасымал болса, онда құжат СМР деп аталады. Сондай-ақ бізде темір жол көлігімен тасымалдау жүк құжаттары, әуе тасымалдарына арналған жүк құжаттар және теңіз көлігімен тасымалдауды растайтын құжаттар да бар. Тауарларды басқа тарапқа жіберуге арналған жүк құжат, тауарға қоса берілетін ілеспе құжат. Яғни, егер сіз жануарларды тасымалдайтын болсаңыз, онда сізде осы құжат болады. Бұл құжатта міндетті түрде жүк құжат нөмірі, жүк құжат күні, бір-бірлеріңізге жөнелетін тауардың саны сияқты деректемелер болуы керек. Сонымен қатар екі тараптың да қолдары мен мөрлері қойылғанына көз жеткізуіңіз керек. Келесі құжат қабылдау тапсыру актісі. Онда да актінің жасалған орны, жасалған күні, құжаттың нөмірі, сондай-ақ сіз жөнелтетін тауардың саны сияқты деректер болуы керек. Сондай-ақ бұл құжатқа екі тараптан да қол қойылу керек. Келесі құжат бізде шот фактура. Бұл құжат тауарды жөнелтілгенін және оның сатып алушыға берілгенін растайды. 2020 жылдан бастап Қазақстанда шот фактуралар электронды форматқа көшті және шот фактуралар міндетті түрде осы форматта жасалады. Субсидия алынғаннан кейін электронды шот фактураларды қайтарып алуға және өзгертуге болмайтынын есте ұстағаныңыз жөн. Балама құжаттар мынандай жағдайларда керек: егер сіз тауарды шетелде, мысалы Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерде сатып алсаңыз, онда сіз өтінімге қоса 328 нөмірлі салық есебі формасын бересіз. Онда сіз сатып алған тауар туралы деректер мен оның құны жазылатын болады. Егер сіз жануарларыңызды шетелде сатып алсаңыз, бірақ ол ел Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін болса, онда сізге өтінімге қоса кедендік жүк декларациясын беруіңіз керек. Ол декларацияда да сіз аталған тауар туралы деректер мен оның құны жазылатын болады. Фермерлер субсидиялауға өнімдер берген кезде дұрыс толтырылмаған құжаттардың кесірінен қиындық туындап жатады. Сондай-ақ, егер фермер жануардың есебін жүргізбесе, құжаттары болмаса, заң бойынша білімі болмаса, яғни ережелерді білмесе, сондай-ақ жеке меншік немесе мемлекеттен ұзақ мерзімді жалға алған жер телімдері болмаса да қиындықтар туындайды. Өтінішіңізді толық жазып, оны ауыл шаруашылығы басқармасына жібергеннен кейін сізге субсидия берілмейтін жағдайлар болуы әбден мүмкін. Бірінші жағдай, ауыл шаруашылық тауар өндірушісі құжаттарда қателік жіберсе, субсидия берілмейді. Екінші жағдай, сіз ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші ретінде ережелердің талаптары мен олардан нақты жазылған критерийге сәйкес келмесеңіз, субсидия берілмейді. Егер сізге субсидия берілмейтін туралы шешім шығарылса, сіздің міндетіңіз қатені тауып, оны түзетіп, өтінімді қайта толтыру. Мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылық тауарын өндіруші ретінде сіз негізгі құжаттармен таныс болуыңыз керек. Өйткені ережелерді білмейді екен деп бізді ешкім жауапкершіліктен босатпайды. Сонымен сіз міндетті түрде мына негізгі құжаттарды білуіңіз керек. Бірінші құжат асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заң, екіншісі ветеринария туралы заң, үшінші құжат мал шаруашылығын субсидиялау ережесі, төртіншісі жануарларды карантиндеу ережесі. Келесі құжат ветеринариялық, санитариялық ережелер, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру ережелері, жануарлардың табиғи кемуі және табиғат өлу нормалары, сондай-ақ өндіріс объектісінің есептік нөмірлерді беру ережесі. Осы аталған құжаттармен толығырақ танысуыңызға
болады. Сілтеме осы дәрістің үлестірме материалына қоса берілетін болады. Өнімдерді сәтті рәсімдеп мемлекеттен көмек алу үшін сізге бірнеше кеңес берейін. Біріншісі, құжаттарды уақытылы дайындап, оларда жазылатын деректемелерді түгендеңіз. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы басқармасына субсидия алуға мұқтаж екеніңізді хабарлаңыз. Яғни ағымдағы жылы өзіңізге шамамен қанша ақша керек екенін есептеп, сол мәліметтерді беріңіз. Сондай-ақ, жануарларды есепке алу мен тіркеуді уақытылы жүргізіңіз. Егер шаруашылығыңыз үлкен болса, есеп жүргізіп, тиісті құжаттарды дайындаумен айналысатын маманды жалдағаныңыз жөн болады. Ең соңғы және маңызды нәрсе, жануарларыңыз бен бизнесіңіз үшін бүкіл жауапкершілікті мамандарыңызға артпаңыз. Бизнес иесі ретінде жануар өсіріп, мемлекеттен өтемақы алуға қажетті талап етілетін барлық жағдайлар мен процестерден толық хабардар болуыңыз керек. Ең бастысы, субсидия сіздің бизнесіңізді құтқару құралы емес екенін есте ұстаңыз. Бұл мемлекеттен берілетін кэшбэк және мемлекеттік тарапынан жасалатын жеңілдік шығыныңыздың қайтарымы. Сіз тек бәрін дұрыс жасаңыз. Ал енді субсидия алу үшін сіз қандай іс-әрекет жасауыңыз керек, соларды қарастырайық. Біріншіден, қораңызда жануар пайда болғанда сіздің маманыңыз осы жануарды бірегейлендіруі керек. Яғни, оған бирка береді, тұқымы, жынысы, туған мерзімі, нөмірі сияқты барлық деректерін жазу керек. Содан соң АТЖ жүйесі мен АЖБ жүйесіне енгізу үшін осы мәліметті тиісті мекемеге беруі керек. Есеп базаларында барлық деректер тіркелгеннен кейін тіркелген жануарлар бойынша салыстыру есебі қалыптасады. Егер есепте сәйкеспеушілік болмаса, онда сіз құжаттарды жинауға көшесіз. Келісім шарт, төлем құжаттары, қабылдау тапсыру актілері, жүк құжаттар және тағы да басқа құжаттарды дайындау қажет. Осыдан кейін Plm.kz ақпараттық субсидиялау жөнінде өтінім толтыруға көшесіз. Өтінімді толтырасыз, электронды цифрлық қолтаңбаның көмегімен қол қоясыз, сосын ауыл шаруашылығы басқармасына қарауға жібересіз де субсидия алатын уақытыңызды күтетін боласыз.